Қайырлы күн баршаңызға. Ағылшын тілінде көп кездесетін тіркескен әріптердің дыбысталуын үйренеміз. Бірінші дыбыс тіркесі ол CH әріптері тіркесіп Ш дыбысын береді. Мысалы, ship қайық, finish аяқтау, fish балық. Келесі тіркес CH әріптері тіркесіп Ч дыбысын береді. Chess шахмат, cheese ірімшік және Ч ойындық. Келесі әріптер тіркесі TH бірігіп, Th дыбысын береді, яғни тіліміз жалпақталып, тілдің ұшы тістердің ортасынан шығады. Мысалы, Th, қайталаңыз, Th, think, ойлау, theater, театр, teeth, тістер. Сонымен қатар бұл тіркес The дыбысын береді, яғни тіліміздің ұшы тістерге тізіліп айтылады. They, these, breathe. Келесі қосарланған әріптері ұзақ ді береді. Мысалы, be, feel, keep. Келесі қосарланған, яғни ағылшынша double U дыбысын береді. Мысалы, cool, pull, tool. Ескеретін жағдай, екі сөзде А болып оқылады. Blood, қан, flood, тасқын. Келесі және R дыбыстар қосылып, ұзақ R дыбысын береді. Мысалы, car, far, barn. Келесі мен R тіркесі ұзақ айтылатын O дыбысын береді. Мысалы, port, born, corn. Келесі барлық тіркестер I, R, U, R және ER қазақ әріпінің Ö әріпіне келеді дыбысына. Мысалы, her, оның, fur және burn. Және L әріптері қосылып, O дыбысын береді, ұзақ айтылады. Call, fall, always. Келесі GH тіркесі ешқандай дыбыс бермейді, тек алдында тұрған I дыбысының айтылуын ұлғайтады. Мысалы, night, light, fight. Егер сіз ағылшын тілін жаңадан бастап үйреніп жүрсеңіз, осы ережелерді түсініп, есіңізге сақтап алуыңыз керек. Жалпы ағылшын тілінде 60% ережеге бағынады дыбыстар, ал 40% бағынбайтын дыбыстар. Сондықтан оларды тек жаттап, есте сақтап алу қажет.